Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз суды зерттейтін боламыз. Су бізге не үшін керек балалар? Ісі үшін, шомылу үшін, жанып алуға су беру үшін, қолымызды жуу үшін. Дұрыс айтасыңдар, сусыз өмір сүре алмайды екенбіз. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгін біз ғалымдар сияқты сумен тәжірибе жасап көрейік. Ал қанекей, алдымен біз судың тығыздығын тексеріп көрейік. Қанекей, Айған. Бізге тәжірибе жасау үшін алдымен су керек екен. Дұрыс. Енді оған майды қосып көрейік. Қанекей. Жарайсың. Ал қанекей балалар, не көріп тұрсыңдар? Су мен май екеуі араласты ма? Жоқ. Араласпайды екен. Неге араласпады? Өйткені су майға қарағанда ауыр екен. Ал май болса жеңіл екен. Сондықтан су мен май екеуі бір-бірімен араласпайды екен. Ал енді бұны бояп көрейікші. Бояп көрейік, бояу қосып көрейік. Ал енді су мен бояу май араласты ма? Жоқ. Май бәрібірде араласпайды екен, еш нәрсемен. Өйткені оның құрамы бөлек екен. Ал енді бояу мен су екеуі араласып, басқа түске енді. Солай ма? Су қандай болады екен балалар? Су мөлдір, түссіз болады екен, Ал енді оған бояу қосқанда қандай түске енді? Жасыл түске енді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді бізге екінші тәжірибемізге су, шекер және ыдыс жуғыш сұйықтық керек. Ыдысқа енді ыдыс жуғыш сұйықтықты құямыз. Ал енді осыны араластырайық қанекей. Балалар, араластырып көпіршіктер шығаратын боламыз. Ал енді орнына қоя қойыңдар. Ішіне наны батырып үрлейді. Ал Айған, сенде жай үрлейміз, онда қатты жарылып кетеді. Ал енді бұл тез жарылып жатыр, үрлеген кезде. Енді оған біз қант саламыз. Қант қосайық, алып үрлейміз. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңыздар.